Balgan mensüge Oscar mendüge Arpa mendüge Balgan mensüge Buydum buydağı Sattım aldım ben sana не болып тұр атан? Не үлкен көше тарлық етсің ба? Әлде мен кім екенін білмей тұрсың ба? Інім, аптығыңды бас. Сен жалпы жол жүру ережесін білесің ба? Әлде праваны сатып алдың ба? Сен мен кім екенін білмей тұрсың ба деймін, Кә бір ақ звонок, мына жерде жоқ қылып жіберейін сен, түсіндің ба? Кім, не, шаруам жоқ. Сен де мені кім екенін білмейсің ғой. Сен кімсің сонша? Мен сен оқитын факультеттің деканымын. Ал сен мен үшін қарапайым студентсің. Түсіндің бе? Түсіндім. Сонда мен сені осылай тәрбиеледім бе? Сұмдық қой мынау. Өз деканыңды танымау деген. Біле білсең, сен оқитын сол болашақ университеттің алғашқы түлегімін. Сол жақтан алған білімнің арқасында осы деңгейге жетіп отырмын. Ол жақтағы жұрттың бәрі осы уақытқа дейін мені әліге дейін сыйлайды. Ал үздік түлектің баласын істеп жүргені мынау. Кешіріңіз, әке. Шынымды айтсам, әкеңді қатты сыйлағандықтан тоқтап тұрмын. Әкең маған сені аямасын деген темірдей тәртіп орнатуымды өтінді. Қалай сонда? Дәл солай. Айтқанға көнбейді екенсің. Одан кейін саған көлік те, ақша да жоқ. Енді мен қалай жүрем? Кәдімгі студент боласың. Олардың сен қай жерің кем? Автобусқа мінесің? Асханаға барып тамақ ішесің? Көр! Студенттік өмір қалай екен? Әке, енді маған мүлде машинаны бермейсіз ба? Маған 3 ай ішінде деканның қолы қойылған мақтау қағазын алып келесің. Мен сол кезде ойлануым мүмкін. Ал әзірге шық кабинеттен. Менің сенен де басқа жұмыстарым көп. Астыма мінген атым ген әдушкі Шабамын көңіл ашып демін үшкі Не стоит на свете жить етуге Азырақ ойнап күлмей маладушкі Сұрқияй, ұқияй, қатирай, сағирай Күсибай, назирай, нағимай, бәттимай Әшекей қыз айжанай Бәлекей қыз балжанай Шашпаулы қыз сәлимай Еркелеген тайсай Толықсыған марусай Я люблю тебя Чё там? Не болды тосын? Бәрі дұрыс па? Дұрыс болғанда, дұрыс болмай тұр ғой сол. Не болды сонда? Не болғанда, бүгіннен бастап анау студенттер сияқты өмір сүреміз. Әкем карточкаларды алып қойды, машинаны да бермей қойды. Қойш, студенттік өмір енді басталды десеш? Енді сонда мүлдем бермеймін дей ма? Береді, бірақ деканның қолы қойылған мақтау қағазын әкеме көрсетуім керек. Ал деканмен не болғанын өзің де білесің. Так, жігіттер, қыздар, бізде бұйырса санаулы ғана уақыт қалды. Сол үшін бүгіннен бастап не істейтінімізді анықтап алайық, Сосын бар ғой, басқа факультеттерден қалып қоймау керек. Арай уайымдама, негізі нағыз шын таланттылар біздің факультетте оқиды ғой. Суық күнде қалғанда, жылытатын адамыңды арманда, дөңгеленге ғаламшардың ішінен мен сені жасаймын. Мынау қаншадан? Хей, мына жігіт бірден өзгеріп кеткен бе? Бұрын соңды бағасын сұрамай шөт төлеп тастайтын нәрсең қайда? Күліп ал, ертең мен де саған күлем ғой. Хей, не болды тосын? Әкең әзілсің күштігіңді не алып қойған ба? Бүгін маған ауыр күн болып тұр. Әзірше әзілдемей қойшы. Одан да деканның қолы қойылған мақтау қағазын қалай аламыз, соны ойлашы. Уайымдамаш, қазір фотошоп деген бар емес пе? Сделаем красиво. Әкем ақымақ адам дейсің бе? Еш нәрсе ажырата алмайтын.
Онда амалың жоқ, университеттің белсенді өміріне атсалысасың. Ол қойсын да. Енді сабақпен қатар университеттің барша жұмыстарын алып жүресің. Ол не жұмыс? Сен қорқатындай жұмыс емес. Кәдімгі университеттің барша іс-шараларына қатысып, өзіңді жақсы жағынан көрсетесің. Солай ма? Жарайды, жүр. Бірінші тамақ ішіп алайық, ол қалғанын көре жатармыз. Біз бар ғой факультеттен жаңа таланттар табуымыз керек. Оны қалай табамыз? Қазір арнайы хабарландыруды факультеттің тақтасына ілеміз. Біз таланттарды іздейміз деген тақырыпта қойыңдар, я? Сосын астына жазып қойыңдаршы, барлық қатысушылар арнайы алғыс хаттармен марапатталады деп, жақсы ма? Табылған ақыл. Біздің факультетте шын мәнінде мықтылар бар. Біз соларды іздеп тауып алуымыз керек. Жаңағы сен айтқан ойың жақсы екен. Бірақ өзімен өзім жын сияқты коридорда өнер көрсетпейтін шығармын. Сен де бас есе құлақ деп. Әрине жоқ, арнайы ұйымдар бар емес пе? Сол жаққа барып өнер көрсетеміз. Сен ол жақтан біреу танисың ба? Негізі бір жігіт бар, бірақ ол жай гитарист. Жай гитарист не шет дейсің? Сразу бастарына барайық та. Көрейік та, досым. Шолы болар студенттің декан шығар алдынан дегендей хабарландыру. Саян, сен де декан жайлы айда айтасың ғой деймін, я? Жарайды, досым, жай қалжыңдап жатырмын ғой. Сонда ананы қара, қатысқандарға алғыс хат береді дейді. Көрейік та. Дұрыс енді, досым. Жүр, сабақтан кейін жазылған кабинетке барайық. Хабарландырулар толығылды ма? Барлық жерге келдік және әр группаның чаттарына жібердік. Онда бүгін бұйырса бірнеше таланттылар келу керек. Сосын бар ғой хабарландыруды басқа да жатақханаларға іліңдер, я? Біздің іс-шараның бәрі білсіндер. Жақсы. Қарастырылған техникалық пәндер ол материалдар кедергісі, машина мен механизмдердің теориясы, теориялық механика. Кешіріңіз, сіздің фамилияңыз кім? Дулатов. Сіздің фамилияңыз ше? Мырзаханов. Олай болса, құрметті студент Дулатов және Мырзаханов, сіздерге бүгінен бастап алғашқы ескерту болсын. Менің сабағымда бірде-бір студент, ешқандай студент шуламаған. Мынау қара блокнотты көрдіңіздер ма? Сабақ барысында тәртіп бұзған студенттерді жазып қоямын. Бір рет жазылған студентке 1 балл төмен қоям. 2 рет түскен бұл блокнотқа студентке 2 балл төмен қоям. Ал мүлдем түспеген студенттерге қосымша балл қосып бересіз ба? Ал білгіштенген студенттерді жеке емтиханды соңынан қалып, маған жеке тапсыратын болады. Байдың баласы. Жүр кеттік, хабарландыру бойынша барайық. Неге соған барғым да келіп тұрған жоқ? Еще менде қандай өнер бар дейсің? Сенде. Барсаң біреу бөркің шешіп ола ма? Барып көрейік. Алғыс хат алғасын, шыға саласың ғой. Басты миссия сол емес пе? Сонда да білмей тұрмын. Кешіріңіздер, біз кастингке келген едік. Тамаша, келіңіздер. Әзірге ана жерге отыра тұрыңыздар, я? Сіздерден бұрын келген адамдардың өнерін тамашалап алайық. Жарайды. Сонда осы қыздың алдында өнер көрсетеміз ба? Осы караоке бір жерлерге қыдырғанда қыздардың алдында өнер көрсетіп, үші солар үшін шөт төлеп жүрсің ғой. Мына жерде бәрі тегін. Оның үстіне сенің машинаң мен болашағың бәсте тұр, ойланшы. Әттең әкемнің қаталды болмаған да. Осы өзі кетіп бара жататынмын өз көлігіммен. Жігіттер, дайын болсаңыздар жақынаңыздар. Жүр, кеттік. Менің есімім Саян, ал бұл болса Әрсен. Неге сіздерге қатысушы болып келген Әрсен, менің түк қатысым жоқ. Сонда Әрсен өзі сөйлей алмай ма? Сөйлей алады. Сөйлей алса, онда неге сөйлемей тұр? Бірінші сен тыңдап алайын дегенбіз ғой. Жігіттер, салғыласуға келсеңіздер, онда менің ондайға түк те уақытым жоқ, бірден айтайын. Ал өнер көрсетем десеңіздер, тамашалайық. Қандай өнерің бар, Әрсен? Менде өнер жетеді, бірақ оны отырғандардың көзінше емес. Саған жеке көрсетсем ғой? Шығыңыз. Басқа, дәл мына жерде мұндай басушылыққа жол бермеймін. Ойбой, не болды сонша ашуланып? Ашуланатындай ештеңе айтпадым ғой. Мен сізге шығыңыз дедім. Сізді қайдам? Біз өңіріміздегі ең үздік болашақ университетінің студенттер қатарына қабылдау күніне таланттарды іздеп жатырмыз. Ал сіз оқу орнымыздың атына кір келтіретін сияқтысыз. Жарайды, ашуланба. Өнерді әлі көрсетеміз. Сосын сен біреудің атынан шешім шығармай-ақ қой. Университетке кімнің үлесі көп тиетін уақыт көрсетеді.
Арсен, тоқташы. Арсен, сен не қылып жібердің? Саған берілген мүмкіндіктің бытшын шығардың ғой. Ой, қойшы Саян. Жоқ нәрсем бар деп қалай айтам? Сыншыл бола қалыпсың ғой, енді басқа мүмкіндік көріп тұрсың ба? Көреміз. Шешілмейтін дүние жоқ қой. Арсен, қалай болып жатыр жетістіктерің? Жетістік дегенде бұйыртса болады ғой. Дұрыс, болу керек жетістігің. Саған нұсқаулық болсын. Студенттер кеңесі талантты студенттерді жинап жатыр. Сол жерде өзіңді көрсетуге тырыс. Естідім, бұйыртса барам ғой. Көрдің ба досым? Тікелей деканның өзі осы шараға атсалысып жатыр. Ай, досым ай. Саян, сен де қабылдар емес, өтініш. Кешіріңіз. Біздің әңгімеміз дұрыс осылмаған сияқты ғой. Солай ма? Менің ойымша сізге ұнаған сияқты көрінді. Ойлана келе, мен дұрыс әңгіме бастамағанды түсіндім. Қателігімді қалай жусам болады? Мен сізге түк те ренжігенде жоқпын. Сондықтан қам жемеңіз. Солай ма? Онда өнер көрсетушілердің тізіміне кіре алатын шығармын. Енді оған кіре алмайсыз. Оның үстіне тізімге жасалынып қойды ғой. Болмайды деген дүние жоқ қой. Түсінбедім. Сонда сіз мені сатып алғыңыз келіп тұр ма? Неге бірден негатив іздеп кетесің? Мен сені жай үшін дос болу үшін шақырдым ғой. Маған мүмкіндік берсе, мен өзімді көрсетемін. Жарайды. Қолыңнан не келеді? Енді машинаны жақсы айдаймын. Мұны әзіл ретінде қабылдайын, иә? Бізге машина жүргізетін емес, іс-шара жүргізетін адам керек. Мүмкіндік болса, оны да жүргіземін. Маған мүмкіндік берсең болды, мен өзімді көрсетемін. Жарайды. Көрейік. Рахмет. Рахметтің орнына шайға шақырсам бола ма? Өзің қалай ойлайсың? Жоқ, әрине. Енді танысып бастап жатқан адаммен қалай шайға барам? Оның үстіне менен бір курс төмен оқисың. Өзің бір сондай қызық адам екенсің. Жарайды, жақсы, мен жұмыстарым көп. Ал сен дайындал. Жарайды, дайындалайын. Әлақты ормат сөз. Алло? Қазір барам. Хабарластың, қазір келе жатыр. Қыздар, жағдайды түсіндіріп айттым. Енді не болса да Арсенге көмектесуіміз қажет. Көмектескенде қолдан келгенше көрерміз. Әнде өзі келе жатыр. Не жиналыс болып жатыр? Арсен, сен бізге қанша көмектестің ғой? Ал енді көмек саған керек болып тұр. Сондықтан саған көмектесу үшін жиналып жатырмыз. Саған өнер іздеп жатырмыз. Сендерге күлкі керек осы. Жарайды, ренжіме. Саған бір қыз өзінше болып жүр дейді ғой. Саян, не істеген жаңалықтар бөлімі жеткізді ма? Как всегда, мен багнали енді. Жігіттер, одан да Арсенге қалай көмектесеміз, соны шешейік та. Негізі маған көмек керек емес. Жаңа ол қызды коридорда көріп қалып, бір мүмкіндік сұрап алдым. Бір мүмкіндік дейсің бе? Қазір мүмкіндік сұрайтындай жағдайда емес шығарсың. Ойбай, Диана, кәдімгідей қызғанып отырсың ғой. Қызғанған түгім де жоқ. Просто кішкене бастық болып кетсе, өзінше болып кететіндерді жақтырмаймын. Жарайды, көмектеріңе ризамын. Одан да бірден алып тамақтан алайық та. Все так, асханада отырмыз ғой. Арай, қалайсың? Дайындық қалай болып жатыр? Саламатсыз ба ағай? Дайындық жақсы. Бұйырса университетіміздің атын әлемдік деңгейге шығаратын таланттарды тауып жатырмыз. Тамаша, жақсы болған екен. Еріктілер қатарында жасақтауымыз керек. Өзіңіз білесіз, біздің болашақ университетіміз мұқтаж жандарға қол ұшын беріп көмектесеміз. Сол үрдіс биыл да жалғасын табу керек. Әрине ағай, бұл үрдіс ешқашан тоқтамайды. Оның үстіне біз волонтерлар жылында үздіктердің қатарынан көріндік қой. Биыл да жаман болмайды. Жарайсың, Арай. Осы өзіңе деген сенімділігің маған ұнайды. Өзі еріктілер қатарына келем деушілер бар ма? Негізі... Маған мүмкіндік берсең болды, мен өзімді көрсетемін. Негізі бар, иә. Қатты қалап жүргендер де бар. Керемет, жақсы. Іске сәт. Арсеннің жаңа мүмкіндігі қасымыздан өтіп бара жатыр ғой. Саян, жалатарсың мүмкін. Естіп тұр деп ойламайсың ба? Ойбой, уже қорғаштайтын болғансың ба? Жарайды, одан да сөйлесіп білейін. Арай, тоқтай тұршы. Арай, тоқтай тұршы. Арай, жаңа біздің балалардың айтқанына ренжімейсің ғой?
Соны айту үшін келсең, түк те ренжіген жоқпын. Сосын мен сырттан әңгіме айтатындарға ренжімеймін, керісінше қуанам. Демек мен дұрыс жолмен келе жатырмын деген сөз ғой. Базар жоқ, цитаталарға жатып алыпсың, Айтпағың сол ма еді? Негізі ол емес. Мен ойлана келе студенттік кешті жүргізсем ба деймін. Сенімділігіңе ризамын. Бірақ аяқ астынан келіп саған үлкен кеш жүргізе салады деп ойлаймысың? Енді мен ән айта алмасам, тем более билей алмаймын. Хотя бы жүргізейін да. Саған одан да басқа ұсынысым бар. О, тамаша. Қандай ұсыныс? Волонтер боласың. Волонтер? Сонда жұрттың жұмысын істеймін ба? Волонтерлықты жұрттың жұмысын жасау деп ойласаң, өзің біл. Мен сені қинап жатқан жоқпын ғой. Бірақ сен менен мүмкіндік сұрадың, ал мен сол мүмкіндікті беріп тұрмын. Жарайды. Бірақ ол жақта декан жақсы нәтиже көрсеткендерге алғыс хат бере ме? Неге беру керек? Сен ол жерде алғыс хаттан да жақсы түсіне аласың. Хош, медаль ма? Медаль несі? Сен ол жерде алғыс аласың. Елдің алғысын аласың. Әлде сен не сол алғыс хат пен медаль үшін жұмыс жасайсың ба? Жоқ. Жарайды. Сонда не істеуім керек? Арнайы топ құрылады. Сосын чат ашамыз. Сол чатта тапсырма беріледі. Енді сол тапсырманың нәтижесіне қарай іс-шараның тізіміне қосам ғой. Келістік. Жарайды, сәттілік. Аяқ. Түстім готовым. Қол жетпес биікте көркем, сен мені жанартаудай өртедің. Ауаның құрғатып бар от. Универді Арай сияқты ешкім жақсы көрмейтін шығар. Мәссаған. Сен осы қызға басын кетіп қалған жоқ па? Кәдімгідей инстасын тауып алыпсың ғой? Сен де қайда жоқты айтасың, Просто кімге қарсы жұмыс жасап жатырмын, соны зерттеп жатқаным ғой. Кімге қарсы деме, кімге жұмыс жасап жатқанымыз десеш? Сен дұрыс құтылмасам. Әйтпесем мен жеңу мүмкін емес болып қалады. Кәдімгідей универдің қоғамдық өміріне белсене атсалысып жатыр екенсің ғой? Саған біреудің телефонына қарап болмайды деп ешкім үйретпеді ма? Этика, мәдениет дегеннен хабарың бар ма өзі? Не болды сонша? Еріксіз көзім түсіп кетті. Енді екеуің шулайтын болсаңдар, шығарып жіберем, деканат арқылы кіретін боласыңдар. Кешіріңіз апай. Декан арқылы болса мүлде кіре алмай қалайын деп тұрмыз ғой. Бауырым, екеуің универ тарсылып кеп жүр ма? Бауырым дейтінде қай курссың өзің? Жігіттер, артық кетпейміз. Қалайсың, Мерей? Саян, сен не оны танисың ба? Әрине танимын. Мектепте бірге оқығанбыз. Таласқанша танысып отырайық. Мерей, таныспа, бұл менің группаласым Арсен. Арсен болады дейсің? Мерей болады, қызы баланып кететін жігіт екенсің. Сен де ешкімге жібермеймін просто. Арсен, бағана саған айтқым келген. Алдағы болатын іс-шараға Мерей де қатысады. Бәсе, қайдан көрдім десең? Мен де сені бір жерден көрген сияқтымын. Арай сені топқа алды ма? Арай оңай көнетін емес, бірақ мен кіріскен жерге қыздар көнеді ғой. Арай оңай шағыла қалатын жаңғақ емес қой. Сондықтан абай боласың ғой. Оны уақыт көрсетеді. Жарайды. Енді универге сеш жүрейік. Жарайды. Не дегенмен таныстықтың басы қатты басталды ғой. Мен келмесем кәдімгідей жекпе-жек болайын деп тұр екен ғой, Жеңімпаз біреу-ақ қой. Мерей ма? Сонда сен маған сенбейтінсің ба? Менің мына аударым ешкім тұрмайды ғой. Арсен, сен не істеп жатсың? Кір тез кабинетке. Бәрі бекер, өмір өтер ақпен қара, баяу ғана. Бәрі бекер, өмір өтер ақпен қара, баяу ғана. Дәлдегін келмесе де дәлдегін кеп тұр. Саған сенбеген адамдар қалжақ дайын сұра. Жыныма тимеген мен өз-өзіңнен сан түрлі ойлан. Себеп көп адамға дәлдегін кеп тұр. Бәрі бекер, өмір өтер ақпен қара, баяу ғана. Бәрі бекер, өмір өтер ақпен қара, баяу ғана. Араласып жүрмесімді сәлімдегін кеп тұр. Көптен бері көрмесімде қояр едім мың талап. Жаныма тимегін келмейді алма өзің кеп тұр. Саған дәлдегін кеп тұр. Бәрі бекер, өмір